Бұл жерде 15-ші лабораторный жұмыс, сатылымдарды болжау. Біз ең алдымен өзімізге керекті кітапханаларды алатын боламыз. Ары қарай мұнда өзімізге қажет, яғни мысал ретінде деректерді аламыз. Ең алдымен бізде маркетингке жұмсалған ақша, өнім бағасы, клиенттің берген бағасы. Яғни осы 3 бөліктен тұрады. Ары қарай бізде YNP арай, бұл жерде біз өнімнің сатылымын есептейтін боламыз. Ары қарай біз дата фрейм құрамыз, яғни кесте түрінде көрсетіп беретін боламыз, баған аттары және мақсат мәні. Ары қарай біз кестені көрсетеміз. Кестені көрсеткеннен кейін бұл жерде бізде деректерді оқиды және тест жүзінде өткізетін болады. Яғни бұл жерде 80% оқитын болатын болса, 20% тест түрінде. Одан біз нейронды желінің моделін құрамыз. Бұл жерде біз бірінші қабат бізде 64 нейроннан, екінші қабат 32 нейроннан тұрады. Одан кейін шығу қабаты бізде. Одан кейін бізде модельді компиляциялаймыз, яғни компиляциялағаннан кейін біз модельді оқытатын боламыз. Яғни модельді оқытып болып, біз модель тест жиынын бағалау. Яғни бұл жерде біз тест жиынын бағалайтын боламыз. Тест жиынын бағалағаннан кейін бізде жаңа сатылым бойынша болжамдар жасайтын боламыз. Яғни бізге болжам мәнін нақтылап көрсетіп береді. Яғни бұл жерде запускать ететін боламыз қазір. Запускать етеміз. Так, нақты бізде 2700 болып тұр болжам мәні.